Баршаңызға қайтадан сәлем. Және біздің онда сабағымызға қош келдіңіздер. Осындай тамаша курстарды тегін алып жатқан сіздер өте бақыттысыздар. Себебі егер де сіз дәл қазір осыны көріп отырсаңыз, сіз басқа нәрсені сатып алмағаныңыз әбден мүмкін. Ал бұлар басқа адамдар бұл туралы білмей өзінің үлкен ақшаларын, қыруар ақшасын жұмсап, үлкен ақшаға сатып алып оқып жатыр. Бірақ та осындай сапалы курстар сіз үшін тегін, және сондықтан да осындай құнды ақпарат беріліп тұрғандықтан біздің арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, пікір жазып, жақындарыңызға да бөлісіп қойсаңыздар екен. Және де біз бүгінгі сабақта пронаунстардың түрін ары қарай үйренуді жалғастырамыз. Және де бүгін бізде demonstrative мында жазып өтейін. Және де ұмытпай нәтиже болу үшін арнайы дәптер бастап, бәрін жазып алуды да ұмытпаңыздар. Demonstrative. Осындай пронаунстардың түрін бірге өтетін боламыз. Сонымен қатар сабақты толық түсіну үшін міндетті түрде дауыспен тыңдаңыз. Demonstrative pronouns in English. Types of demonstrative pronouns. Бізде бұл екіге бөлінеді. The singular and the plural. Біздің алдыңғы сабақтарда өткендей, біз singular'ды біз жекеше дегенбіз, ал plural'ды көпше түрде деп айтқан болатынбыз. Енді оқып шығайық. The singular forms of demonstrative pronouns are these and that. Demonstrative pronouns'тың жекеше түрдегі түрлері ол this және де that дейді. This бұл жерде is used to refer to a person, animal, object, or idea that is close to the speaker, while that is used to refer to a person, animal, object, or idea that is farther away from the speaker. Яғни this дегенде біз кез келген бір адамға, жануарға, белгілі бір затқа немесе бір идеяға байланысты қолданамыз, егер де ол бізден бізге жақын тұратын болса. Тура мен алдымда мысалы пенал тұрма, сол тура пенал this pencil деп айтамын мен мысалға, және де ал егер де пенал мен алыста тұратын болса, мен онда оған that дегенді қолданып айтамын. Енді көпше түрде менде енді бірақ пенал емес екі пенал тұрса ше мысалы. The plural forms of demonstrative pronouns are these and those. This is used to refer to multiple people, animal, objects, or ideas that are close to the speaker. Егер де бірнеше зат маған жақын тұрса, this деп қолданам. Егер де алыс тұрса, онда those деп қолданам. Мысалы, this book is mine. That car is new. Мынау менікі алды өткенбіз, possessive pronouns-тарды өткенде. These shoes are too small. Those cookies look delicious. Анау печеньелер өте дәмді көрінеді. This is a beautiful day. That was a great movie. These chairs are comfortable. Those dogs are so cute. Міне осындай түрі бар. Енді сіздерге күшті бір иллюстрация көрсеткім келіп отыр. Мінекей қараңыздар. This деген мысалға бір құлпынайды көріп тұрмыз, бұл strawberry. Бұл жерде бір жақын тұрған кезде this'ті қолданамыз. Refers to something closer in time and distance. Бұл тек қана айтпақшыдай, тек қана бір неде емес, мынадай бір ара қашықтықта ғана қолданылмайды. Мысалы, ол уақытқа да байланысты қолданылады. This in time деп тұрмыз себебі. This is my new phone. This city is my hometown. Уақытпен болса да. Енді жақын көп заттар тұратын болса, I can't believe I did that. That seems beautiful. Бір алыстан көріп тұрмыз, Now refers to something further away in distance. Біз бірдеңелер көріп тұрмыз, олар бізден алыс тұр. Бұл кезде біз these taste amazing. Бұлар күшті көрінеді деген секілді айтамыз. Мына жерде кішкене мына екеуінің нелер ауысып кеткенін байқасаңыздар, бірақ та бәрібір де оған мән бермейміз. Мына жерде мысалдарын ауыстырып ала саламыз, Және де refers to multiple things further away in distance. Those are expensive. Those belong to me. Яғни, біз бұл жерде көріп тұрғандарымыздай, егер де айтатын болсақ, this және де this бұл жерде екеуі екі түрлі, бірақ та екеуі
уақытқа байланысты қолданылады. Себебі бір жақын болатын болса, this is my new book мысалға, иә. Міне осындай жалпы тақырып болды demonstrative pronounsқа байланысты. Сіздерге сабағымыз ұнады деген ойдамын, және де тақырыпты бекіту үшін описаниедегі тапсырманы орындаңыз, және де біздің арнамызға тіркеліп өтініш дәл қазір мен сізді күтіп тұрайын. Мен айтып жатқанда тіркеліп алыңыз, давайте пікір жазып өтіңіз, робот жібере салыңыз, басқалармен бөлісіңіз тез-тез, және де өтініш басқа адамдарға бөлісіңіз, олар біліп қояды деп бүйтіп ешқандай да тарланбаңыз, себебі тарлану ол адам үшін өте жаман қасиет. Тар болған сайын өзіңізге де ас тиіп қалады. Керісінше кең болсаңыз, білімді де жақсы өзіңізге сіңіре бересіз. Және де осындай істеріңіз бізге шабыт беретінін ескерткім келеді. Бүгінгі бізбен бірге сабақты көргендеріңіз үшін, бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Және де қош сау болыңыз. Сіздермен бірге болған тест арнасы.